Сәлем достар, бүгін өте дәмді үй жағдайында тауық еті және картопты духовкада дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауықты жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Сонан соң терісі мен етінің арасын қасықпен абайлап, терісін жыртып алмай ашамыз. Маринад дайындау үшін сұйық майға 2 кіші қасық тұз, 2 кіші қасық қызыл тәтті паприка, 1,5 кіші қасық қара брош, 1 кіші қасық грильге арналған приправа және 3-5 тал чеснокты майдалап турап, салып, барлығын езіп, жақсылап араластырып аламыз. Духовкаға салатын ыдысымызға фольга төсеп, тауығымызды салып аламыз. Тауығымыздың ішін, сыртын жақсылап маринадтауға кірісеміз. Терісінің арасына қасықпен маринадтан жақсылап құямыз. Сол кезде бізде өте балғын, жұмсақ маринады сіңген тауық еті болады. Фольгамен жақсылап барлығын орап шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа саламыз. 1 сағат уақытымыз өтіп шыққанша картопымызды дайындаймыз. Оны ұзынша қылып турап, ыдысымызға саламыз. Тұзымызды, майдалап үккіштен өткізілген чесногымызды, паприкамызды, қара бұрыш, куркума, кориандр және сұйық майдан құйып, барлығын біркелкі қылып араластырып шығамыз. Пешке салатын ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, картопымызды салып, жан-жағын жақсылап қыстырып шығамыз. Bir сағат уақытымыз өтті. Тауығымызды духовкадан шығарып, абайлап, фольгасын шешіп аламыз. Тауығымыздың бетіне қызыл паприка, қара бұрыш және тұздан сеуіп, бульоннан жақсылап барлық шетіне қасықпен құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40 минутқа картоппен бірге саламыз. Тауығымыздың бетін қайтадан фольгамен ораудың қажеті жоқ. Міне біздің өте балғын, жұмсақ, дәмді тауық етіміз бен картопымыз дайын. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.